Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дамды үгітілмелі печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен үй температурасындағы жұмсақ сары майымызды алып, оның үстінен қант ұнтағын, ванильді қантымызды және жүгері крахмалын қосып, жақсылап езіп үгітіп аламыз. Үгітіп алып, оның үстіне ұнымызды қосып, бір келкі қамыр болғанша жұмсақ қамыр илейміз. Қатты илеудің қажеті жоқ, себебі құрамындағы сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымызды осылай дөңгелектетіп алып, пергамент қағазына қойып шықтым. Және үстінен шанышқымен басып алдым бір рет. Жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста дайын болғанша пісіріп алдым. Менде шамамен 15 минуттай өтті. Және мен бұл құрамды 2 еселеп жасадым, ал описанияға бір құрамның мөлшерін жазып қоятын боламын. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Жасалуы оңай, әрі дәмді, әрі тез дайын болатын үгітілмелі печенье. Бәріне сөзсіз ұнауы керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Менің каналымда бұдан да басқа тағамдардың түрлерін көрулеріңізге болады. Жасап көріңіздер. Мені инстаграмда белгілеуді ұмытпаңыздар. Рахмет.